Қайырлы күн, достар. Бүгін мен сіздермен айсберг салатының рецебімен бөлісемін. Өте жеңіл әрі дәмді салат жасап көріңіздер. Каналға жазылып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бізге салатты бастау үшін бастапқыда айсберг орам жапырағы, яғни капустасы керек. Осылайынан қолмен бөлшектесеңіздер болады, не болмаса пышақпен турасаңыздар да болады. Орташа бөліктерге бөлеміз. Ендігі кезекте бізде қызанақты да осындай орта бөліктерге бөлеміз. Тураған ингредиенттеріміздің бәрін бір ыдысқа саламыз. Ендігі кезекте қиярды да орташа бөліктерге бөлеміз. Туралған қиярымызды да ыдысымызға саламыз. Ендігі ингредиентіміз, яғни соңғы жұмыртқаны 4 бөлікке бөлеміз. Бөдененің жұмыртқасын пайдалансаңыздар да болады. Қалауымызша майонез және тұз бұрыш қосамыз. Менде 2 ас қасық майонез қосып, жақсылап араластырдым. Осымен біздің салатымыз дайын. Жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Тарелкамызға салып, салатымызды жұмыртқаны бетіне қоямыз. Баршаңызға ас болсын, жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Каналға жазылып, комментарий қалдырып, қолдау көрсетулеріңізді сұраймын. Баршаңызға рахмет.